Hazırыңыз, сіздің қанша досыңыз бар? 5-10. Енді олардың бірі сатқын екенін елестетіп көріңіз. Құпияларға сенетін адам сізді жай ғана пайдалана алады. Бүгін біз нағыз дос пен жалғандықты қалай ажыратуға болатынын қарастырамыз. Мен Скайла Нистің қорқынышты оқиғасын айтып беремін. Және Robloxта күнделікті бірге ойнайтындар сізді неге алдауы мүмкін екенін түсіндіремін. Соңына дейін қараңыз. Сонда сіз достарыңызды тексеру үшін тест аласыз. Біз қаздың төмпешіктері туралы әңгімеден бастаймыз. Бұл 16 жасар Скайлер Нист туралы әңгіме. Ол қарапайым қыз еді, көңілді, қарапайым, болашақ жоспарларына толы. Оның апалы сіңлілі ретінде жақсы көретін екі жақын досы болды. Бұл мызғымас болып көрінетін классикалық достық үш бұрышы болды. Бірақ бір түнде бұл үздіксіздік ең қорқынышты және қатыгездікпен аяқталды. Иә, бұл қорқынышты фильмнің сценарийі сияқты естіледі. Бірақ біз бұл туралы айтуымыз керек. Өйткені мұндай жағдайлар сирек болса да, шынайы трагедиялар болып табылады. Және сіз өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін қызыл жалаулар деп аталатын қандай қызыл жалауларды елемеуге болмайтынын білуіңіз керек. Ендеше осы қысқа, бірақ маңызды бейнені көрейік. Бір жасөспірім қыздың жатын бөлмесінің терезесінен ең жақсы достарымен кездесуге шыққанын білесіз бе? Сол түні олар оны өлтірді. Оның есімі Скайлор Нист болатын. Ол 16 жаста еді. Ол қарапайым орта мектеп оқушысы болатын. Оның екі жақын досы болды. Олар оған толықтай сенді. Бір күні түнде достарымен ұйықтағаннан кейін Скайлор тыныш шығып кетті. Жатын бөлмесінің терезесінен бақылау камералары оның осы достарымен бірге көлікке отырғанын түсіріп алған. Күліп, босаңсып, бұл оның өміріндегі соңғы сәт екенін білмейді. Таңертең Скайлор жоғалып кетті. Оның ата-анасы іздей бастады. Полиция оған жақын адамдардың барлығынан жауап алды. Осы уақытта оны өлтірген екі қыз камераға жылап, оны еске алу үшін желіде жазбалар жариялап, жүрегі жараланғандай кейіп танытып, іздеуге қатысқан. Бұл өте қорқынышты. Балалар, ойланыңыз. Скайлер түнде терезеден шығып кетті. Өйткені ол оларға шексіз сенді. Ол күліп, көлікке отырды. Өйткені ол өзінің ең жақсы достарымен бірге кешке баратынына сенді. Өйткені ол өзінің өлімін күтіп тұрғанын білмеді. Содан кейін оның әлемі болған бұл қыздар оның өмірін суық қанмен қиды. Әрі қарай не болды? Олар екіжүзділіктің керемет шеберлігін көрсете отырып, өз рөлдерін соңына дейін ойнады. Полиция іздеуді бастағанда, олар камераға жылап, Скайлердің ата-анасына парақшаларды жапсыруға белсенді түрде көмектесті. Олар әлеуметтік желілерде әсерлі жазбалар жазды. Қайтып келіңіз, біз сағынамыз. Олар бірнеше ай бойы бүкіл елді алдап, жүректері жараланғандай кейіп танытты. Оның себебін әлі ешкім нақты түсіне алмайды. Ең ақылсыз нұсқалардың бірінде олар енді онымен дос болғысы келмеді, және Скайлер олардың кейбір құпияларын ашады деп қорықты. Осы оқиғаның екі негізгі сабағын есте сақтаңыз. Бірінші, қауіпсіздік ережесі. Сіз әрқашан естисіз, әрқашан ата-анаңызға қайда және кіммен бірге баратыныңызды айтыңыз. Әсіресе бұл түнде болған кезде. Сенім маңызды, бірақ сіздің қауіпсіздігіңіз бәрінен де маңызды. Екінші, психологиялық сабақ. Олардың достығы бір күнде бұзылмады. Скайлер елемейтін қоңыраулар болды. Олар кездейсоқ оған қоңырау шалуды және Скайлерді қажетсіз сезіну үшін серуендеуді ұмыта бастады. Олар оған «Иә, біз жақсы көреміз», «Иә, біз қалжыңдаймыз» деп кейіп танытқан каустикалық әзілдер айта бастады. Олар онсыз құпия чат құрды. Скайлер өзін артық сезінді, бірақ ол оларды үнемі ақтап отырды. Өйткені ол олардың отбасы, оның бекінісі екеніне сенді. Бұл мағынада Скайлер сияқты болмаңыз. Егер досыңызбен үнемі араласу сізді бос, ұят немесе алаңдаушылық сезімін тудырса, досыңыз сізді жүйелі түрде қорлайтын болса, бұл достық емес. Бұл отты қарым-қатынас және қауіптің ең айқын белгісі. Мұндай тұзақтар шынайы өмірде ғана бар деп ойлайсыз ба? Сіз қателесесіз. Виртуалды әлем бұл басқа аватарлармен бірдей шындық. Және ол жерде тұзақтар одан да күрделі болуы мүмкін. Классикалық жағдайды елестетіп көріңіз. Сіз өзіңіздің сүйікті ойыныңызды ойнап жатырсыз. Бұл Roblox болсын. Содан кейін сирек кездесетін заттары бар керемет ойыншының досы пайда болады. Жоғары деңгей, мінсіз бедел. Ол сізге қиын деңгейден өтуге көмектеседі. Басқа ойыншылардан қорғайды. Ол тіпті сирек кездесетін теріні сыйлай алады. Ол сіздің достығыңызға инвестиция салады. Сіз күн сайын бірге ойнай бастайсыз. Мектептегі оқиғалармен бөлісіңіз. Сіз оған сене бастадыңыз. Өйткені ол бұл сенімге өзінің көмегі арқылы ие болды. Содан кейін бір күні ауысым болады. Ол былай деп жазады: «Тыңда, бауырым, менде керемет бағдарлама бар. Мен сіздің есептік жазбаңызды барынша арттыра аламын. Маған 1 сағатқа құпия сөзіңізді беріңіз. Немесе міне, Robloxтарды тек өзіңіздікі үшін құпия түрде таратуға сілтеме. Жай ғана осы сайтқа деректеріңізді енгізіңіз. Сонда бәрі жақсы болады. Аулаудың қайда екенін сезесіз бе? Бұл Скайлер сияқты сатқындықтың үлгісі. Алдымен олар сізге өзіңізді маңызды сезінуге, жақсы көруге және бағалауға мүмкіндік береді. Бұл толық қауіпсіздік елесін береді. Содан кейін сіз босаңсып, цифрлық қорғанысыңыз 0-ге жеткенде,
Олар сізден ең құнды нәрсені алып тастайды. Жүздеген сағат және мүмкін нақты ақша салған есептік жазбаңыз. Интернеттің алтын ережесін есте сақтаңыз. Нағыз дос, ол қаншалықты керемет болса да, ешқашан құпия сөзіңізді сұрамайды. Ол сізді күдікті сілтемелерді басуға мәжбүрлемейді. Кім сіздің жеке деректеріңізді талап етсе, ол дос емес, масканың артында жасырынған цифрлық ұры. Міне, мына бейнені қараңыз. Бала өзінің ең жақсы досын таптым деп ойлады. Ал ол оны сауытпен ұрлап әкеткен қарапайым ұры болып шықты. Сен менің ең жаман досымсың. Ол сенімге ие болды. Содан кейін ол жай ғана ұрлық жасады. Уәделерін бұзды. Цифрлық сатқындықтың ең қорқыныштысы заттардың жоғалуы емес, адамдарға деген сенімнің жоғалуы. Кез келген компанияның ойындағы команда сияқты өз рөлдері бар. Көшбасшы бар, сайқымазақ бар, тыныш бақылаушы бар. Содан кейін ештеңе бермей алатын паразит бар. Осы иерархияда кім екеніңді және достарың кім екенін ойла. Роблокстағы достар түрлері туралы осы бейнені қараңыз. Параллель жүргізуге тырысыңыз. Бұл түрлер шынайы өмірде де бар. Мен өз ортамнан біреуді таныдым. Ең бастысы, мен өзімді таныдым ба? Жақсы достар табу үшін өзің жақсы дос болуың керек. Енді толтыру туралы сұрақ. Сіздің ата-анаңыз Роблокстағы достарыңыз туралы біледі. Оларға сене ме? Егер сіз бір күні ойынға кіріп, достарыңыздың тізімі мүлдем бос екенін көрсеңіз, өзіңізді қалай сезінер едіңіз? Біз ата-аналардың осындай әрекеттерді жасағаны туралы әңгімелерді жиі естиміз. Мысалы, мен ұлымның барлық достарын тізімнен тек отбасы мүшелері мен достарын қалдыру үшін алып тастадым. Иә, мен бәрін басқарамын. Бұл Эби. Бұл Эби болды ма? Иә, кешіріңіз. Жоқ, бұл мен Габимін. Мен екі жағын да түсінемін. Баланың көзқарасы бойынша бұл апат. Ол көңілді жүрген адамдарынан айырылды. Ойында әлеуметтік мәртебесін жоғалтты. Бірақ кішкентай ұлдың анасының көзімен көрейік. Біз оның дауысын естиміз. Ол 6-7 жаста. Бұл 7 жасар бала болуы мүмкін. Немесе өте жаман ниеті бар ересек адам шығар. Ол шынайы өмірде білетіндерін ғана қалдырады. Бұл маңызды сұрақ туғызады. Ата-ана қамтамасыз ететін қауіпсіздік пен сіздің жеке кеңістігіңіздің арасындағы шекара қайда? Сіз кішкентай кезіңізде ата-анаңыз қауіпсіздік сүзгісі болуы керек. Олармен сөйлесіңіз. Бұл достардың сіз үшін нені білдіретінін түсіндіріңіз. Бірақ виртуалды әлемде кез келген адам бетперде кие алатынын әрқашан есте сақтаңыз. Мен әрқайсымыздың досымыз туралы кем дегенде бір әңгімеміз бар екеніне сенімдімін. Ол дұрыс емес болып шықты. Интернетте адамдар өз тәжірибелерімен жасырын түрде бөлісті. Және бұл әңгімелер бәріне таныс. Біз қараймыз. Сіз достарыңыздың шын мәнінде жалған достар екенін түсінгенде, мен олардың топтық чатта ішкі шеңбері бар екенін білдім. Бірақ мен оған қатыспайтын жалғыз адаммын. Мен жалған достарым бар деп айтпас едім. Бірақ мен, әрине, шеткері доспын. Көп жағдайда, егер барлығына барып, бірдеңе істеу үшін билеттер немесе вагонда орын жеткіліксіз болса, мен шеттетілетін адаммын. Бұл мені қатты мазаламайды. Бірақ олар менімен не істегеніміз туралы сөйлескенде мұқият болғанын қалаймын. Олар, біздің х-ға қалай барғанымыз есіңде ме? Бұл қызық емес пе еді? Жалпы, жоқ. Өйткені мені шақырған жоқ. Мұндай жағдайлар әдетте ыңғайсыздықты тудырады. Немесе олар, билеті. Егер бізде билеттер немесе бос орындар болса, біз сізді шақырар едік. ТБ, менің бір досым колледжді бітіргеннен кейін. Біз мектепті бітірген аптада менің мәтіндеріме жауап беруді тоқтатты. Сондықтан мен негізінен олар маған көмектесу үшін қасында ұстаған сыныптасым болдым. Мен мектепте оқып жүрген кезімде мен және менің барлық достарым әртүрлі деңгейде оқитынбыз. Барлығымыздың сабақтарымыз әртүрлі болса да, бәріміз бірге түскі асқа бірге бару үшін кеңселердің жанында бір-бірімізді күттік. Бірақ мен соңғы рет шыққанда олар мені әрқашан ұмытып кететін. Мен сыртқа шықтым. Олар жоғалып кетті. Мен кешкі асты жалғыз іштім. Содан кейін олар қайтып келіп, мені олармен біргемін деп ойлайтынын айтты. Мен олар күтпеген жалғыз адам болдым. Мектептен кейін мен олардың біреуін ғана көрдім. Ол менің атымды ұмытып кетті. Сондықтан бұл өте қорқынышты болды. Біз өзімізді таныдық. Әсіресе сабақтан кейін ұмытылған бала туралы әңгімеде. Бұл достар Скайлердің әңгімесіндегідей зұлым құбыжықтар емес еді. Олар жай ғана мән бермеді. Бұл кейде ашық өшпенділіктен де ауыр тиеді. Немқұрайлылық, сатқындықтың бір түрі. Ал енді финал. Көзіңізді ашып, қорытынды жасауға көмектесетін дәл сол сынақ. Белгілі бір досыңыз немесе қызыңыз туралы ойланыңыз. Және шынымды айтсам,
өзіңіз үшін 4 қарапайым сұраққа жауап беріңіз. Бірінші, ол сіздің артыңызда сізді талқылап жатыр. Сіз жақын жерде болмаған кезде досыңыздың сіз туралы жағымсыз нәрсе айтқанын басқалар туралы естідіңіз бе? Немесе ол сіздің құпияларыңызды ашты ма? Екінші, ол бірдеңе керек болғанда сені есіне алады. Ол тестті есептен шығаруға, қарызға ақша алуға, ойында сирек кездесетін затты алуға немесе жай ғана өз мәселелерін айтуға шақырады. Ал сіз жақсы жұмыс істеп жатқанда, ол сіздің радарыңызда жоқ. Үшіншіден, ол сізді компанияда салқынырақ көріну үшін қорлайды. Ол сіздің сыртқы келбетіңіз немесе үлкен компаниядағы хоббиіңіз туралы ренжітетін әзілдер айтады. Сонда бәрі күледі. Содан кейін ол, «Иә, мен қалжыңдап тұрмын», дейді. Төртінші, онымен сөйлескеннен кейін өзіңізді қалай сезінесіз? Сіз өзіңізді күйзеліске ұшырағандай сезінесіз бе? Сынға ұшырайсыз ба? Әлде керісінше, жігерленіп, шабыттанғандай сезінесіз бе? Егер бұл сізді үнемі сорып алатын достық болса, бұл сіздің адамыңыз емес. Егер сіз осы сұрақтардың кем дегенде біреуіне «иә» деп жауап берсеңіз, бұл жай ғана қызыл жалау емес. Бұл дос емес. Егер сіз осы сипаттамада өз жағдайыңызды білгеніңіз үшін қазір қайғырып жатсаңыз, бір нәрсені есте сақтаңыз, сіз одан да жақсысына лайықсыз. Достардың сапасы әрқашан олардың санынан маңыздырақ. Қанаттарында күтіп тұрған 10 жалғаннан гөрі қасында болатын бір шынайы досыңыздың болғаны жақсы. Нағыз достық бұл адамның қасында сабырлы және қауіпсіз болған кезде, сіз өзіңіз бола алатын кезде, және ол үшін сотталмай қабылданғанда, жеңістеріңізге шын жүректен қуанғанда, олар қызғанышпен қарайды. Сіздің өміріңізді уландыратын улы адамдармен қарым-қатынасты тоқтатудан қорықпаңыз. Сізді жақсартатын, өсуге шабыттандыратын және ынталандыратын адамдарды іздеңіз. Енді түсініктемелерде достық туралы әңгімеңізді айтыңыз. Жақсы немесе жаман. Бір-бірімізді қолдайық. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басыңыз және жаңа талдауларды жіберіп алмау үшін жазылыңыз.